Неліктен Рокки өз итін сатып жіберді? 1971 жыл 25 жастағы Сильвестр Сталлоне енді ғана танылып келе жатқан қаржылық жағдайы тұрақсыз актер еді. Ол театр, сериалдарда шағын рөлдерде ойнап жүрді. Сондықтан тұрақты табысы болмаған. Тіпті бір сәтте тамақ алуға да ақшасы жетпей, Буткус атты күшігін небәрі $40 сатуға мәжбүр болды. Буткусты сату Сталлоне үшін өте ауыр тиді. Себебі қиын кезеңде ит оның жалғыз әрі ең жақын досы еді. Алайда 1976 жылы жағдай күрт өзгереді. Әрине жақсы жаққа. Сталлоне Рокки фильмінің сценарийін сатып, көптен күткен табысқа қол жеткізді. Ақша алған бойда ол итін қайта сатып алғысы келеді. Бірақ жаңа иесі мүмкіндікті жібермей, ит үшін $15,000 талап етеді. Сталлоне еш ойланбастан бұл соманы төлеп, кейін оның әрбір центі соған лайық еді деп мойындаған. Сильвестр мен Буткус 1981 жылы ит қайтыс болғанға дейін бір-бірінен ажырамады.